Саламатсыздар ма ата-аналар? Мен сіздерге балалармен үй жағдайында ойнауға болатын, өзіміздің қолымыздан, қолда бар нәрсе заттардан жасалынатын ойын көрсеткім келіп отыр. Бұл мынандай қорап керек болады. Қорапты мынандай тесіктер тесеміз екі жағына. Және бізге әртүрлі мынандай екі түрлі түсті қақсақтар керек болады, баклажкалардың. Сосын мынандай сушидің таяқшасымен мынандай қораптың несінен жасалған мынандай екі құрал жасаймыз. Оны балалар былай ойнайды. Міне қараңдар, барын. Батырхан, сен қызылды жина, сен сарыны жина, жарай ма? Мынаның ішінен былай істеп, қолмен ұстамаймыз, тек осы құралдың арқасында былай ұстап тартып аламыз. Түсіндіңдер ме? Кім көп жинайды екен? Ал, бастаймыз. Сары, сен сары жинайсың, Батырхан. Иә, дарын. Мында шығарып қойыңдар, нешеу шығардыңдар, қараймыз ғой. Міне мында қой, шығарасың, қой. Кім көп жинайды? Мына жерге қоямыз. Ой, емес. Мынаның ішіне саламыз. Осының ішіне тартамыз. Мына тағырамыз. Батырхан, сен сары түс. Батырхан, сен сары түсті аласың. Сары түс. Осылай балаларға 5-еуін шығарып бер, 4-еуін шығарып бер. Немесе кім жылдам, минутқа ойнатуға болады.